жоқ, мынау зашивкадан ұқсайтын Кете, ой. Аман қалушы қауіпті, анау деген тема шықты. Мектеп сағасын, мектеп сырттан қарап өткен жылағын біледі. Сондай болады. Условия бар, дамыған. Қазақстанда да тиктокер Қауыстар ашылды. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл біздің ең бірінші подкасткамыз. Подкаст ставьте лайк. Бүгінгі біздің студиямызда қонақта Нұрай, Жасмин, Ұлысын, Хадиша. Менің атым Ұлданай. Тиктокта не тема, тикток түсіресіңдер ма, қандай тиктокерлер ұнайды? негізі ұнайтын тиктокерлер көп, бірақ енді қалай айтады, көбінесе қазір былай айтқанда American Boys дейді ғой, былай айтқанда Питон. Солардың әңгімелері қазір көбінесе қозғалып жатыр, бірақ негізі Қазақстанда да тоже тиктокер қауыстар ашылды. Сондай қауыстардан қандай ұнайды? Тайыр жасысаны көзіме. Не лично өзіме Yellow House ұнайды, контенттері күшті. Ол жерде бір ай болмай жатып, миллион уже подписчик жинап үлгерген, ал Bip House болса, одан бұрын ашқанмен де солардан кейін уже 1,5 миллион, 1 миллион 800. Сендер естідіңдер ма? Олар уже 5,5 ба? Миллион подписчик болды. Yellow House ба? Нет, Bip House енді болды. 5,5 миллион. Олар просмотрлары мировой рынкеге түскен. В общем, сөйтіп. Мен негізі енді естіп жатырмын, мен ойлағам, сол 1 миллион 800 тұрған шығар деп. Негізі маған сол Bip House'тан Тайыр ұнайды, Гузи, жаңа Луна, солар ұнайды, негізі күшті. Yellow House'тағы нелер, тиктокерлер көбінесе басқа хауыстарға қарағанда популярный деп ойлаймын, содан кейін контенттері не болады? Королев подходы, олар деген кәдімгідей күшті контент жасайды, менің ойымша. Ол жерде участниктардың барлығы белгілі бір танылған, подписчиктер жақсы жинаған. тиктокты білетін, сондай тиктокерлер жақсы контент жасай алатын. Тағы қандай тема сендерде, қандай әңгіме, қандай жаңалық дегенде ғой? Ойын, қандай ойындар ойнап жатырсың? Осы жақында Among Us деген ойын танымал болып бастады. Ойнайсың ба? Иә. Мен ойнамаймын, мен ойлағам, басын ойнайыншы деп көрейін деген кезде, уже біздің апайлары жазып, Among Us уже қауіпті, анау деген тема шықты ғой бізде. Мен Free Fire, Among Us вообще ойнамын. Менің ойымша Among Us ондай еш нәрсе жоқ, это просто ойдан алынған нәрсе, себебі ода доказательство жоқ, мынандай болды. Негізі бүйтіп айтып жатыр. Мен тиктокта комментарияда көремін ғой, сол кезде айтқам, оқысам, бір қыз задание бар ғой ішінде Among Us'та. Бір қыз қайтыс болды. Иә, тапсырманы орындала алмай, суицид болды. Енді әркім өзіне байланысты ол етіп. Ондай жасамаймын десе, сен жасамайсың деген. Қойшы, уже ұтылдым, біттім, бәрі андай болды десең, конечно, өзіңе суицид жасау өзіңе байланысты. Ол ар жақтан ойындағы адамдар келіп сені өлтіріп кете алмайды ғой, мысалға, адресіңді білмейді. Олай көзбен қараған кезде ол ойынның ешбір несі жоқ. Вообще. Там суицидқа дейін аппаратында еш нәрсе жоқ. Ұтылып қалуы мүмкін, ол кезде жынданасың әрине, бірақ ондай кезде суицидқа апармайды деп ойлаймын. Лично өзім ондай нәрселерді басы бар адам өзі ондай нәрсеге бармайды. Өзінің ар жағында санасы бар адам, ол түсінеді, ол что суицид оған керек емес, ол уже оған келетін ойын үшін суицид өз-өзіңе жасамайсың ғой. Сендер де әңгімеге қосылып әңгіме айтсаңдар, біз ғана айтайын. Біз кеттік. Давайте. Не тема сіздерде, не жаңалық Among Us'тан басқа Free Fire бар. Free Fire'ге ойнаймыз. Екеуміз ойнаймыз. Қандай қызықтар бар Free Fire'да, не бар? Free Fire'да қызықтар негізі жаңа обновление болды. Обновление болады. Мен басында Free Fire ойнағам. Мен ойнамаймын. Біз Эсра деген ойын бар, классасында. Вот соған бірге бастап ойнағам. Бірақ сонда ше қызық емес болып кетті. Мен де басында ойнадым, аккаунтым банкрот болғаннан кейін өшіріп тастадым. Солай болды, қазір ойнамаймын ешқандай. Мен вообще былай ойнап көрмедім, мен естідім, Free Fire бар, мен таныс, туысқандарым ойнайды, бірақ мен өз басым былай Free Fire'ға кіріп, жаздырып, маған жаздырған негізі шындықты айтсам, ағам ойнасай көрсе деп жаздырып берген. Өзі ойнайды менің телефонымнан, бірақ мен ойнамайды, маған қызық болмады, себебі не екенін.
потом естідім қызық анау мынау де Among Us мысалы сондай көп ойындар шықты ғой. Естідім ойынша қызық, бірақ менде оған деген вообще уақыт жоқ менде. Қосымша үйдің шаруалары бар, жаңағы сабағың бар, қосымшаларың бар, олардың бәрі уақыт талап етеді. Егер сен ойынға кіріп кетсең, ол 1-2 сағатқа бірден плотно қадалып кіріп кетесің да, одан кейін отыра бересің, телефоннан шыға алмай қаласың, вот сол кезде уақытыңды құртып ойынға кетесің да. Лучше үй жұмысын бәрін бітіп болған соң бірақ ойнаған. Мысалы қазір уже 2-ші тоқсан басталғанмен уже көбісі БЖП тәжірибелерді беріп жатыр, сорсочтарда. Солардың өзінде сен жаза алмай қалсаң, ертең саған минус болады дегендей жазып, бәрін дайындалып, сөйтіп үлгеру керек деп ойлаймын менің ойымша. Осы карантинде кім не үйренді, не істеді? Жақында жаңа жыл деген. Мен тамақ істеп үйрендім соны. Бұрын вообще білмейтін соғы. Жұмыртқа орады. Жоқ, мынау дашырақта болса ішінде білмеймін. Кетем, үйрендім. Карантинде негізі сендерге немен қызық болды? Не үйретті деген. Не үйретті сендер? Маған өзіме былай карантинде мен деген қыдырғанның қадірін білмеймін. Вообще далаға шыға алмай қалғандықтан болар. Бұрынғы кезде қалай қыдырмағанбыз дегенде ойда болдым негізі. Неге мына жаққа бармадық, неге киноға тез көрмедік қой кезінде, ашық кезінде. Сол ғой, сол қинады. Еще мен былай шындықты айтқанда біледі ғой, мен таныстарым, мен негізі көп ашуланшақ болдым. Осы сабақ кезінде осы қанша жылдар болды. Мен көбінесе депрессияға түскен кездер болды, себебі сөздер көтере алмай қаламын, ауыр сөздер айтады ғой. Вот осы карантинде мен түсіндім бәрін, өзім қателіктерімді, не істедім, не қойдым. Осы карантинде мен сабырлы болуды үйрендім. Негізі маған сол карантин сабырлықты үйретті, кешіруші болуды үйретті, және мен осы карантинде көптеген тамақтар түрлерін үйрендім, тәттілер, мынау үйдің шаруаларына көмектесу, жаңағы білмеген тілдерді үйрену деген. Қыдыру деген нәрсе проблема болды да, одан кейін өзімнің сыныптастарым қадірін білмеймін. Бұрын ұрысып жүретін едік қой, қазір сағынасың. Менде бір қызық бар, мектепті сағындым. Біз өзімнің нем бар да, альбом ішінде там бірдеңе Г деп воспоминания. Сол суреттерді қарап вообще жылағым келіп там. Әсіресе жылаған кезім, ол мен төртіп тұрып жатқан кезім, менде ветеранка болатын. Мен қатыса алмай қалдым. Уже 4-ті бітіріп 5-ке көшетін кезінде мен 5-ші сыныпта бір аталы бардым сыныпқа. Сол кезде аналар маған видеоларын жібереді, фотоларын жібереді. Ананы көріп, мен жылап, апайыммен қоштаса алмадым, ете алмадым, бүйте алмадым деген өкініш менде сол кезде, еще ол кезде де болған соң солардың бәрін көріп отырып, неге осы уақытта қайтарсам, мен осыны істейтін едім, осыны істесем, мен осыны дұрыстайтын едім деген ой менде көп болды осыда. Әсіресе мен көп жыладым осы жылы, білмеймін неге екенін осы карантинде. Түсінесің да? Карантинде көп нәрсе үйретті. Сабырлықты үйретті, барлығын үйретті деп ойлаймын. Бірақ осы вирустың кеткені барлық қойды негізі. Бұрынғыдай өмірің қайтадан қайтып келеді, сабаққа барасың, мектепті көресің деген. Мектепті сағынасың, мектепті сырттан қарап өтіп кетіп жылағың келеді. Сондай болады, сағыныш болады. Қызық қой. Қыста қызық. Ұлдардың құлататындары есіңе түседі, ойнап, прикол ұстап. Құлатпаңдаршы, жақындамаңдаршы дейді. Мені құлатпаңдаршы дейді. Өзің барып жақсы құлатыңдаршы бізде. Сол болды, мен класстастарым қатты сағынған болатын. Содан кейін енді мен класстастарымды көре бастадым уже. Карантин жаймен жойыла бастады десем екен, или әлсірей бастады ма, жеңілдете бастады. Содан кейін уже көрісіп, жүріп, кинолар да ашыла бастады, барып, соларға барып дегенде уже солай қызық бола бастады. Мен достарыммен енді бүйтіп жақсылап араласып келе жатырмын осы карантиннен кейін. Сол мен үшін ең қызықты оқиғалар. Қазір вирустың 2-ші баланс жүргендіктен қайтадан басталып деген қауіп бар. Карантин басталып кетті уже, 13-нен басталып кетті. Бірақ не деп ойлаймын, өзімше бастысы ауырмасақ болды деген. Сол ғой. Өзін-өзі сақтап керек қой. Бастың амандығы, аманшылық қой енді. Мысалға сендердің ойларыңша сыныптастарың кәдімгідей сағындар ма? Бұрын ұрысып қалатындарыңды, кәдімгідей ұрысып төбелесіп қырылысып қалғандардың қазір соны істемес едім дегендей болады ғой енді. Істемес едім дегендей жоқ. Кесірін салу керек еді. Ана бұрынғы мынандай болды. Бұрынғы ұрысқан адамдармен қазір татуласып, сондай бұрын вообще бетіне қарамай өтетін едік қой. Ой, мен анамен араласпаймын деп, сосын карантинде бір-бірлерін сағынып қайтадан татуласқандар болатын шығар деп ойлаймын. Негізі өзің елештен сондай менде болды. Себебі мен көбінесе бізде параллель сыныпта бір-екі қыз болатын. Бір-екі қыз болатын, солармен ұрысып қалған кездерім болған.
жақсы араласам, өзімнің сынымда да бір қыз болатын, өмірі маған қарсы шығып дегенде ше, ұрысып карантиннің өзінде біз ұрысқан болатынбыз телефоннан. Потом кездескенде кешірім сұрады, бір-бірімізге татуласып кеттік қайтадан. Содан кейін бәрі жақсы болды. Қазір көбісімен ұрысып жатқан, ұрыспаймын вообще, ұрысқым да келмейді, себебі қадірін түсіндім, өзімнің қателіктерімді түсіндім дегендей, бәрі жақсы болады деген ойдамын. Осы вирус жоғалса, ең бәрінің үлкен қуанышы сол менің ойымша. Жаңа жылда жаңа жылды қалай атап өткілерің келеді? Қандай жоспарларың бар? Мектепте бұрынғыдай өткен ба? Иә. Кстати, бізде сыныппен бір жерде жиналып, кафеде жиналып, тайна санта ойнап жатыр. Типа бір-бірімізге подарка береміз, бірақ угадать етуіміз керек, кімнің кімге беретінін. Сондай қызықты апортқа баруымыз мүмкін там. Көреміз қалған медеуге барған. Үйде тойлаймыз, Может, сыныптастармен жиналайын деп жатырмыз енді. Ол белгілі зат қой, себебі апайымыз өзіміз жиналғымыз келеді. Енді ондай карантинді шаралар бұзатындай емес, қазір бәрі жиналып жатыр, керек болса той жасап жатыр дегенде ғой. Өзіміздің маскамызбен, антисептигімізбен, өмір өзімізге керек қой, басқаларға емес. Сол үшін өз өмірімізді қорғау үшін мен ойымша шараларды қолданып жиналған дұрыс. Себебі үйіңде отыра бергеннен де жалғасың, ішің пысады. Жаңа жылда қуанышыңды біреумен бөлсең, одан сайын артады ғой. Қуанасың, бәрін көресің. Кейде ойланам да, мынандай затты бұрын алдыңғы жыл 2020 келетін кезде қатты жаңа жылда қуанып қатты қарсы алған жыл не болып кетті дегенде ойда болады екенсің. Жаңа жылды күшті болып қарсы алып, сыныптастармен тойлап, тілек айтып сондай болды да. Соңынан уже басталып кетті да, Австралияда пожар болды, вирус басталып кетті, карантин болды. Өзіміздің Қазақстанда да самолет құлап қанша адам қайтыс болды. Естеріңізде ме осы 2019 бәрі шығарып салғысы келді қатты. Ешкім күтпеді ғой 2020-дан. Осындай болады деген ойда болған. Мен қазір қатты 2021-ді күту үшін, осы жыл бізге 2021 құта келсе екен, бір жақсы жыл болса екен деген ой бар. Сол жаңа жылда түнгі 12-де барлық адам тілек тілесе деген ой бар. Осы вирус кетсе екен деген. Мысалға, алдыңғы жылы біз жақсы қарсы алдық, негізі. Себебі біз класстас болған соң біз күшті қарсы алдық. Мен ойлайтын негізі только біз ба күшті қарсы алған деп сөйтсе көп сыныптар айтады. Біз жақсы қарсы алдық, тек осындай жыл болып қалды дегендей. Біздің жаңа жылдың өзі осы 2020-ны қарсы алғанда ерекше өтті. Неге екенін білмеймін. Кәдімгідей ерекше қуанып бәріміз әдемі болып киініп, бұрынғы өткен мектептегі Новый годты тойлағаны осы жылы қатты күшті тойладық деп айтамын. Білмеймін неге екенін, бәрі сондай болып шықты. Және билеп, ән айтып, өз өнерімізді көрсетіп, біз және жан-подружкалар арасында біз өзімізге жаңағы подарка ауысып, күшті тойлаған болатынбыз, подаркалар алып. Үйде де жақсы тойладық. Бірақ ең қиыны осы жыл бізге жамандық әкелгендей болды. Енді жаман жыл болмайды, просто сондай өзіміздің адамдардан да, білмеймін, содан ба, білмеймін, содан да қиындықтар болды енді. Не только карантинде қанша адамдар банкрот болды, қанша бизнес жабылып қалды, енді көп зат болды осы 20-да. Көбісі жұмыстан аялдады. Жұмыссыз қалып үйлерінде кішкене ақшадан таршылықтар болды. Ең бірінші Австралияда пожар, жаңағы Қытайдан басталды ғой енді бізде вирус, содан соң Қазақстанның өзінде де пожар болды, бір 5 балалы үй, 5 баласы бар ма, үй өртеніп кетті, 2 баласы ғана аман қалды. Самолет құлады, талай жағдай өтті. Осы жыл өте қиын жыл болды. Енді менің ойымша ендігі жыл жақсы жыл болады деген ойдамын. 2021-ге дейін осы нәрселер бітсе, негізі жаңа жылға дейін бітеді деген ойда болған. Лично өзім солай ойлағам. Жаңа жылда күшті қарсы алып бәрі қайтадан карантин бітіп нормально болады. Бірақ әлі де бар да, әлі бітпеген. Бірақ ойлаймын 2021 жылдан бастап бір күшті заттар басталады деген. Менің ойымша, мен өз басым карантинді вирусты өзім сезген жоқпын. Құдай сақтасын, сездірмесін де. Просто андай біреулер болады, ойбай, вирус сыртқа шықпай қойып. Менде ондай болған жоқ өз басымда. Мен өз басым, мен өз-өзіме сенемін. Адам өз-өзіне, мен егер вируспен ауырып қалсам, менің жеңеймін, десең жеңіп шығасың ғой. Өз-өзіңе сенсе. Сол секілді мен өз-өзіме сендім, мен абай боламын, жұқтырмаймын. Құдай сақтасын. Теманы ауыстырайық. Өте грустный тема болып жақсы көңілді тема. Мысалға, мектепте қандай жағдай сендерге ең көп естеріңде қалған қызықты жағдай болады, бір приключение дегенде. Мына жерге барып мынандай жағдай болып еді дегендей ше. Кімнің есінде сондай бір жағдай қалды? Ондай есімізде жоқ. Негізі көп қой мектепте болған жағдай, бірақ именно қайсысын айтарың білмейсің.
барлығы бар, туған күн бар, тығылып өткізетін. Тығылып айтпайық деп әйтеуір мен салфетканың үстіне торт қой, торт сондай болған қызықтар, иә. Шешеде ана кремін алып бетіне жағып, сондайлар болған. Классына андай нелер өткен, күндер өтті. Сосын андай нелер мұғалімдер күніне андай қызыл дорожкамен апайлар өткізген кезде сыныпта ана ешкім жоқ кезде барлығымыз шулап апайды қарсы алып сондай болған, сондай қызықтар болған негізі. Күшті воспоминаниялар болды ғой негізі. Иә, көп болды негізі. Әркімнің өзінің несі бар ғой енді ойында қалған. Сенде қандай воспоминание көбінесе де есіңде мектепте күшті мынандай жағдай болды? Наурыз мерекесі болды. Наурыз? Иә. Неше жылы 2008 ба? 2018-те болды, деймін, ұмытып қалдым. Сол кезде кәдімгідей сынып күшті болды, дастархан жайылып, прям бізде тамақтар көбейіп, ұлдар қыздар қазақша киініп күшті сол жерде. Сол кезде басында Осы жылдан ше? Осы жылы ештеңе болған жоқ, қызық. Осы жылы менде өте жаңа жыл қызық болды. Жаңа жыл дегенде. Иә, жаңа жылда көбінесе негізі жаңа жылда көбірек есте қалды деп айтамын, себебі осы жыл жаңа жыл көп ұзағырақ болды да, қалай айтсақ болады, қарсы алғанда январға дейін тойлады ғой олар дегенше қанша да. Иә, мектепте тойлаған кезде көбінесе уақытты мектепте өткізіп, жаңа жылды тойлап өткізіп та, билеп, өзімізде тілек айтып, сондай болды да, енді қызық. Мен үшін қызығы андай мереке, қыздар мерекесі. Сол қызық болды. Қызықты оқиға менде жас маңында болды. Жас маңында менің көп жылым өтті. Енді мен 2019-дың июльда мен кірген болатынмын осы жерге. Мен маған ұнайтын тележүргізуші болу үшін, журналист болу мен үшін қызықты жағдай болатын. Құдайға шүкір көп зат үйрендік осы жерден. Қызықты оқиғаларымыз өтті. Қанша ұрыс, керіс, съемкада болған хикаялар, әсіресе Нұраймен болу көбінесе. Ұлбосымен, Хадишамен, енді мен жасменмен негізі осы да ғана бастап не істедім, болып жатыр. одан алдын бірге жүретін, бірақ видеоға түспейтін. Потому что сен ол кезде талант шоуда болдың, және соған сендер дайындалдыңдар, потом уже ол болмай қалды, содан кейін сендер кірдіңдер ғой. Сол шоудың негізі болғаны дұрыс деп ойлаймын. Себебі сол шоуда көбісін бір-бірін көрсетіп не істейтін. Танысып және олардың таланттарын біліп, өздерін танытуға күшті шанс болады. Болған жоқ атын Бәрі қанша еңбек. Біздің драма кружоктың негізі өзінің жеке концерті болу керек еді. Жақсы дайындалып едік, барынша тырысып сценарий жазып, күні-түні көзіміз ағып кеткенше сценарий жазып, аға етмейміз, миымызды ашқаннан кейін, карантин бастап кеткеннен кейін толықтай мектеп жабылып қалды. Одан кейін мүлдем не болған жоқ, ағайымыз үйленіп кетіп, кружок жабылып қалды. Ағайдың қызы бар екен білетініз, ағайды мазақтап, бақытты болсын. Сол кездерде көбінесе қызық болды деп ойлаймын, себебі қасында сол кезде бір-бірімізді андай немен қалайды, творчество жағынан өзің қасыңда адамдардың жүрсе қызық болады екен. Бір қалай айтады, өзіңнің табиғатында атмосфераңда жүргенде болады екенсің негізі. Бір нәрсе береді, жаттайсың, айтасың, концертте сол кезде бірінші выступать еттім десем де болады. Себебі одан алдын менің киіміме, содан өлеңіме байланысты мен концертке шығарған жоқ, 2 рет па 3 рет. Сондықтан өзімше негізі айттым, болды мектептің атынан енді ешқандай выступать етпеймін, өзімнің сыныбымнан выступать етпеймін деп өзіме не істеген болатын, бірақ драма кружокта өзімнің тобымның атынан шықтым. Сол кезде қатты қуанған болатын негізі. Сол кезде зал деген толы адам, қатты қуанып, сол кезде аға айтып, 150%-ға өздеріңді алып шығыңдар, оның 50%-ын халық жеп қояды. Өздерің қуалышып кетесіңдер де ұмытып қаласыңдар. Сол үшін 100% болу үшін 150% болып шығыңдар деп айтады. Мысалға, сол ағайдың сөздері есімде, сол кезде әлі сағынам, бірақ ағай қазір кружокты жауып тастады, кружок жоқ. Бірақ жалғастыруға болар еді деп ойлаймын, карантиннің кезінде шақырып алып, 4-5 адам болғандықтан ондай қатты жиналғандай емеспіз. Мен мысалы домбыра кружогына баратым, ол жерде де қызықтар өтті, көп қой енді қызықты айта берсек. Домбыра кружогы сол карантинге байланысты бізде жабылып қалған болатын. Потом уже арақашықтықпен ашамыз деді, сосын аштық. Сол кездерде де мен бірінші рет осы мектептің несіне выступать еткен болатынмын. Бізде ол кезде Наурыз болатын, 2019. Мен ол апайдан емес, мына жерде Әйгерім деген апай келетін болатын ол кезде бізге. Сол кезде выступать еттім. Ойдағыдай болмады негізі, шындықты айтсам, өзіме өзім былай көңілім толған жоқ, себебі ол кезде біз бірден дайындалмай шығып кеттік та, біз білмейтінбіз ол күйді. Бірден дайындалмай, 1-2 күн дайындалдық, все бітті, шығамыз дедік, сонымен киімдерді алдық, шықтық.
нормально болды, барлығы мақтады, бірақ өзімізге өз басым жеке өзіме ұнаған жоқ. Партиям вообще ұнаған жоқ, киім ұнаған жоқ, шеткеніміз ұнаған жоқ, киінгеніміз ұнамады. Негізі жақсы бір тәжірибемен андай бір дайындалып, күшті дайындалып шықса, онда сен одан да жақсы одан да жақсы қылып шығатын ба едік деген ой болды. Содан да мен қиналып қалған болдым. Сол кезде жынымызда ол кезде ең қызық бір не болды, наурыз болды мен үшін. Себебі күшті наурызды өткен болады. Жас майлардан басқа қандай кружоктарға қатыстың? Домбыраға қатыстым, биге қатыстым менде. Мен керісінше кружоктан шығып кеттім. Bir жыл алдын қатыстым. Биге Почти. Жоқ, Bir жыл емес, 3-4 айдай болып қалды. Мен Измира Талгатовнаға 3-4 классқа дейін қатысқан болатынмын. менің сестрам да сондай 5-6 классында қатысқан екен. Қазір мүлдем Негізі бәріміз икемі жоқ. Білмеймін неге екенін, икемі жоқ. Мүлдем билеуге жоқ. Бірақ оның қазіргі нелері костюмдары үйде бар. Бірақ мен өзім лично өзім бересімде национальный би билемейді екенмін. Бірақ творчествоға бармын деп айтамын. Себебі өзімді оқуға түсетін жерім творчество. Сендер қандай оқуға түсесіңдер? Мен мамандығым 2-ма, 3-па мамандықпен алдымда тұр. Қазір біреуі актриса, екіншісі журналистика, сол Темірбек Жүргеновке түскім келеді, негізі арманым. Сосын мұғалім и дәрігер. Сол 3 мамандықты алдыма қойдым. Және 4-ші бар екен бизнесмен болу арманым, негізі өзім келеді соған, өзім табиғатым соған келеді да. Сол мен биге икем бар. Сол биге домбырада шерте аламын, негізі ол үшін түсу үшін де оған біраз білу керек екен. Мен оны үйрендім. Енді Алланың өзі біледі, мен алдағын білмеймін ғой, енді не болатыны. Бірақ сонда да сол Темірбек Жүргеновпен арман түскім келеді. Және Сәкен Майғазиевтің шәкірті болып шықтым. Сол кісі ұнайды маған. Жоқ, алда көп қой, 11 бар, 9 бар. Но бірақ 11-ге жақындағанда мен бар жағында ол жаңа жақындады, өзім мамандығын ойлай алмай тұр, айтады, бомж болғым келеді деп қалай дегенде ойлап тұр, мысалға энтмен өтпей қалсаң қорқасың ғой барлығы. Сондықтан білмеймін, может 9-11 әлі көп қой. Қандай мамандықтан оқуымды әлі шешкен жоқпын. Мен 9-дан шығасың ба? Мен де 9-дан кетем деген ой болған. Қазір 9 оқып жатырмын, соңғы жылым дегенде. Содан кейін қазір көбісі біздің сыныптан кетем деп жатыр да. 9-дан кейін бітіп кетем, мен мынандай оқуға түсемін. Бірақ өзімше айтамын да, сол үшін бір-бірлеріңді бағалаңдар, ұрыспаңдар деймін ғой. Апай да айтады сөйтіп, ертең бітіріп кетсеңдер, бір-бірлеріңді сағынасыңдар, ұмытпайсыңдар. Сол кішкене не істеу керек деп ше, қозғалу керек, бір-бірлеріңді қуантып, не істеп, подарка беріп қуантып жүріңдер деп айтады. Көбінесе содан кейін өзім де ойлап қалдым. Ұрсудың не қажеті бар, әр нәрсеге бір сол кішкене сыныппен жинала беріп, кішкене андай бұрынғы кездерді айтып, кішкентай кезінде болған, бірге жүрген, бірге бүйтіп қол ұстасып мектептің алдына апарып, мектептің шығарған кезде сондай кездерде қызық болған еді. Сол кездер есіме түседі, көбінесе апа айтқан кезде. Сол негізі өзімнің таңдайтын мамандығым сол творчество. Содан әрі кете алмаймын. Негізі жүргендік болған, колледжіне түсем деп ойладым. Өзімнің қалай айтады, соған дайындалып жүрдім негізі. Ішін интернеттен ақтарып, оған қалай Жүрген университет жоқ қой. Жүрген университет қой, ол өзі академия, ода колледж деген жоқ. Колледж бар. Мен білесімен, мен ойлайтын только ол академия деп. 11-ден, иә, болады. Обязательно. Мен негізі мынандай ойдамын қазір, өзім қатты миым қатып жүр. Мен не хореограф болайын, не вокалист болайын деген ой бар да. Бірақ негізі айтады, хореографтың оқу жоқ, иә, мысалы, мынандай актриса деп айтпайды ғой ешкім. Белгілі бір хореографқа барып, бір урогына қатыссаң, соның өзі үлкен тәжірибе да. Содан кейін ойлаймын да, хореограф бол деген өзіме қосымша алып жүремін. Өзім оқуым сол эстрада вокал. Өзімше сөйтіп ойлап жүргенмін. Негізі, конечно, бар енді, уже қанша жыл болды? 8 ба 9 жыл болды осы вокалмен айналысып жүргеніме. Бимен уже 5 жыл болды деп айтамын. Сондай белгілі бір количествосы бар да айналысып жүргенмін. Бірақ бір мынандайға түсем, мынандай болды деген жоқ болып тұр да. Мен 2 жыл тұр осылай. Екеуі де маған қатты жақын да. Содан кейін өзімше солай. Бірақ негізі өзім эстрада вокал таңдаймын деген. Сол өзім ана кімдердің оқып кетті ғой, кімдер қалай айтсам екен аттарын ұмытып тұрмын. Көбісі әйтеуір сол Жүргеновтен оқып шықты ғой негізі. Барлық әншілер бір-бірінен курс кішкене. Мейрамбек Беспаевтың өзі Жүргенов қазір мұғалім, не так как сол жерде жүреді. Сәкен Майғазиев көп қой енді бүкіл біздің әртістеріміздің көбісі Темірбек Жүргенов қазір мұғалім бәрі. Бір тұлғалар және сол жерде мұғалім сабақ береді. Менің арманым сондай бір мұғалімнің шәкірті болу. Мен даусым жоқ болғанмен де мен биге деген, актрисалыққа деген, журналистикаға деген мен тіл байлығым бар, Құдайға шүкір. Бір айтады, неге сен журналист болмайсың, сен тіл байлығың бар деп. Бірақ мен 9-дан бітіруге қорқамын.
неге себебі мен кішкентай мен осы жыл сенсініп колледжде өмірге үйрене алмайсың, ортаға түсе алмайсың, мектептегідей бір біріңмен жүре алмайсың. Содан кейін ойлаймын, мен де ертең колледждің өміріне қалай үйренемін, қабылдай ма қабылдамай ма. саған қарап мысалға мен 9 сынып деп айта алмаймын қазір былай да, енді білемін ғой, бірақ сен жақында танимын, бірақ 9 сыныпқа сен ұқсамайсың. Себебі қазір біздің сөйлесіп отырғанымыздың өзі үлкендердің сөзіне ұқсамайды. Ол жақ басқа, мына жақ басқа ғой. Қазір енді атмосфера, араласу, орта деген бөлек. Сол үшін мен 9-дан бітіруге қорқамын, және сол колледждік өмірге бейімделуге де қорқамын. Және не бар, жаңағы адамдар және де әлі кішкентаймын мен. Әлі кішкентай, менің ойымша бәрі ойлайды, мен 10-11 деп, бірақ мен іш жағынан, жан дүниемнен, бірақ ішкі дүниемнен, бірақ әлі кішкентай мен өзімше. Сондықтан 10-11-ге дейін бейімделесің, өсесің, естіңді жиясың, еще подростковый возраст болғаннан кейін бізде қазір қиындықтар болады. Сол үшін мен 10-11-де бітіремін деген бір шешімге келдім, анық. Содан соң енді Алла қаласа жақсы оқу орнына түсіп, және мен не только бір мамандықты алып жүргім келмейді, қосымша мамандықтар алғым келеді. Жаңағы хореограф дегендей, жаңағы аспаздық, маникюр көп қой. енді қазір былай қарасаң, былай жан жақты бір көрсетсе үйреніп аласың. Иә, жан жақты өз-өзіңді таныта алатын қазір кез осы заман. Мамам да айтады, что осы заман деген сен күшті заман, білесіңдер ме, барлық условия бар, дамыған, телефондардың өзі бәрі жақсы деп. Сол үшін мен өз-өзімді дамытқым келеді. Енді біз сөйлей бермейік, сендер де әңгіме айтыңдар, қосылыңдар әңгімеге. Жоқ, бір затпен тоқталып қалмау керек та, екінші затпен айналысып кете беру керек. Кстати, қыздар сериал қандай? Кинодар, дорама, мен өзім негізі бұрын қатты дорама көретін, қазір аниме деген затқа қатты қызығып кеттім, білмеймін. Осы тиктоктан молдау деймін, барлығы қазір аниме салады, аниме көреді деген дейді. Бұрында ондай не болмайтын еді ғой, көрем, деп сөйтіп. Қазір ғой, ана тиктоктан нелерін, отрывоктарын салады, қызық жерлерін салады. Сосын ойлайсың, мынаны көрген дұрыс шығар деп. Кіріп қалсаң бір 6 сезон, 7 сезон, содан кейін кішкене еріп та қаласың, бірақ негізі сондай да қызық. Бірақ дорама, аниме деген ол енді жарайды, не ғой. Кинода қазір не ғой, жаңадан кинолар шығып жатыр. Олар да бар, кинотеатрлар енді ашылып жатыр. Негізі барып көру керек деген ғой. Негізі өзімде қазірде план бар, барамын деген сияқты киноға. Бірақ негізі қалаға шығуға да не істейді екенсің. Қорқасың, жібермейді. Мен мысалы дорамалардан айтатын болсам, мен негізі көп көрмеймін де, уақыт жоқ, шындықты айтсам, былай айтқанда. Мынандай айтарлықтай осындай уақыт дегенде жоқ, менде уақыт шектеулі болады. Көретін кезде көріп қаламын, көрмейтін кезде көрмеймін. Жүре береміз, үйдің жұмыстары анау-мынау дегендей. Сол менде қиындық болады. Уақыт деген шектеулі неге екен, маған келгенде уақытым азанда тұрамын, уже кеш батады, ұйықтайсың, все бітті, қайтадан тұрасың. Уақыт тез өтіп жатыр, қазір білмеймін. Мысалға мен надан үйреніп, дорама дегенді, дораманы мен облысынан алдым, негізі. Айтатын маған дорама көрсей, анау-мынау деп. Аттарын сұрап отыратын. Актер актриса. Қандай ұнайды? Кинодан дорама бәрі. Ең басында дораманы көп көретін едім. Иә, мен керек. Бірақ қазір мен көбінесе Netflix білесіңдер ма? Иә. Соның сериалдарын көп көретін болып кеттім. Иә, сол подростықтарға арналған. Қандай әншіні жақсы көресіңдер, қандай ән тыңдағанды жақсы көресіңдер? қандай жанр? Бұрын қазақстанский ма или қалай айтады? Кей-поп сондайлар. Негізі ең бірінші кей-поп бастаған әнші сөз берейінші. Қандай әншіні ұнатасың? Мен көп қой, Кристос, кей-поп ұнайды маған, чем неден гөрі кәдімгі. Кей-поп ішінде қай әнші? Магнеде мысалы Ареке, Рем, сол екеуі ұнайды, Ареке мен Рем ұнайды. Саған қандай әнші ұнайды? Негізі Рем туралы мен ағамнан ұнайды. Бала қатты мен қатты тасасында ямочка бар дейді. Шетелден карнавал өлеңді жақсы саған қандай жаңа айтып кетеді, тағы айта аласың. Жоқ, негізі бар ғой, ана Мадмендегі Рем рахатпен мені көбінесе салыстырады. Қатты шатастырады. Сол көресің, иногда. Иә, андай не? Оның ямочка бар, қатты күледі, сондай да. Содан кейін бір рет соның фотосын әдейі неге салдым. Интернетке салдым, менің фотом қасында тұрды. Енді екеуім, барлығы жазып кетті маған, сенің ағаң ба, сенің туысқаның емес ба деген. Бірақ мен айтатын жоқ деп, бірақ қатты ұқсайсыңдар дейтін, негізсіңдер ма дегендер де болды. Сондықтан ойлаймын да, сондай көбінесе ұқсататын кезде кішкене күшті болып қаласың дейсің. Знаменитости біреу мені шатастыратсын, мен күшті болып қалады дейсің. Саған қандай әнші ұнайды, қандай әндер ұнайды? Мен көбінесе
K-pop, BTS дегендерді тыңдамаймын. Неге? Ұнамайды маған. маған BTS Енді әр адамның әр несі бар. Өзінің талғамы бар дегендей ғой. Талғамдары бар. Барлықтарың сау болыңыздар. Осымен біз подкастқамыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Пока.